Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін оразаның 5-ші күніне арнап ас мәзірін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Менің арнамына міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама кіріп қарасаңыздар, неше түрлі рецепттер бар. Тәттілердің, ыстық тағамдардың, және де торттардың, декорлардың рецепттері бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Ауызашар уақытына жеңіл тағамдарды жасауға тырысамын. Міндетті түрде ауызашар уақытында сумен, құрмамен, содан кейін барып асықпай жеңіл тамақтардан бастап жеген дұрыс. Денсаулығыңызға міндетті түрде назар аударып, тамақтарды асықпай жегеніміз дұрыс. Енді біз қамырдан бастаймыз. Ең алдымен осындай ұнды салып, бір дана жұмыртқаны жарып, үстінен тұзды суды қосып, жақсылап қамырымызды қатты етіп билеп аламыз. Міндетті түрде қамырымыз қаттылау болу керек, өйткені жайылған кезде де өте әдемі болып жайылу үшін. Қамырымызды осылай илеген соң тұнықтыруға қойып қоямыз. Біздікі 10-15 минуттай, мысалы салмасын дайындағанша осы қамырымыз тұнып тұрса өте әдемі болады. Алдын ала ұсақтап пиязды турап алдым. Пиязды міндетті түрде кішкене ғана тұз сеуіп, жақсылап қолмен өлтіріп аламыз. Үстінен тартылған ет, тұз, дәміне қарай дәмдеуіш саласыз, қалауыңыз бойынша, оны да жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді біздің тынған қамырымызды алып, жақсылап жайып, осылай қолымызбен ең алдымен қамырымызды үлкейтіп аламыз. Содан кейін барып ұн сеуіп, дәл осы оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне дәл жұқалығы дәл осындай болуы керек. Дәл осылай етіп, жұп-жұқа етіп жайып алдым. Осы қамырды осындай кескішпен немесе басқа да заттармен кесулеріңізге болады, немесе алдыңғыдай өзіміздің 4 бұрышты етіп те кесуге болады. Мен дәл осылай дөңгелекше етіп кесіп алып, кішкене салмасын салып, міндетті түрде мантаваркаға пісіремін. Мантаваркаға өте әдемі және де дана-дана болып пісіп шығады. Қамырларымыздың бәрін дөңгелекше етіп кесіп аламыз және де мантаваркаларымызға орнатып салып шығамыз. Мантаваркаге 25-30 минутта біздің пельмендеріміз дайын болады. Пельменді сорпалықпен жесеңіздер өте дәмді болады. Тауық етімен дайындадым. Тауық еті және пиязды, сәбізді алдына салып, үстінен тұзды салып, суымызды қосып, отқа қойып аламыз. Көбігі шыққанда көбіктерін міндетті түрде аламыз. Және де жақсылап сорпалықты қайнатып, еті піскеннен кейін барып картоптарымызды қосып аламыз. Міне картоптарымызды қосып, енді осы сорпаны жаймен қойып, картоп піскенге дейін қойып аламыз. Өте дәмді сорпа болып шығады. Сорпаларыңыз ақшыл болып кетсе, немесе кішкене томат пастасын салсаңыздар болады. Енді мен кішкене ғана алдын ала мұздатқышта, тоңазытқышта алып алған, алдын ала дайындап алған қамырларымнан кішкене ғана самса дайындап жатырмын. Пельменнің салмасынан, пияз және тартылған еттен қамырымызды жайып, дәл осылай етіп түйіп, самсаны дайындап аламыз. Самсаның менің рецепті менің YouTube арнамда бар. Міндетті түрде кіріп, қарап жасап көрсеңіздер болады. Үстінен жұмыртқамызды жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің самсалар пісті, дайын болды, өте дәмді, әрі қамыры қатпарлы болып шығады. Мен осы самсаның қамырын алдын ала дайындап, тоңазытқышқа салып дайындап қоямын. Солай жасаған өте ыңғайлы және уақытыңызды үнемдейсіз. Міне біздің кешкі ауызашар уақытына дайындаған ас мәзіріміз дайын болды. Міндетті түрде бүгін нан пісірдім. Нанның рецепті де менің YouTube арнамда бар. YouTubeға кіріп қарап көрсеңіздер болады. Өте дәмді асымыз дайын болды. Баршаңызға оразаларыңыз қабыл болсын. Ниеттеріңіз орындала берсін. Осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап, ары жақ қарай дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар өте қатты қуанамыз. Міндетті түрде видеомыз соңына дейін қаралғандарыңыз үшін рахмет.
видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау